Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін осындай итальяндық бір жасағаннан шығатын дәмі өте нәзік кремі аузыңда еритін керемет тирамису тортын дайындайтын боламыз. Құрамы өте оңай, бұл пешті қажет етпейтін бар жоғы 10 минутта жасалатын торт. Ең алдымен осы ыдысқа 2 стакан кипяток құямыз. Мен бұл жерде 2 стакан құйып көбірек болып қалды. Сіздер 1 стакан құйсаңыздар да жетеді. Сосын 2 ас қасық кофе, 2 ас қасық қант салдым. Жақсылап араластырып, суыға жібердім. Ол суым дегенше мен кремін дайындайтын боламын. Ал енді кремін дайындайтын боламыз. Крем үшін бізге осындай ыдысымыздың құрғақ болуы өте маңызды. Сонымен қатар барлық ингредиенттер холодильниктен шыққан мұздай болу керек. Алдымен творожный сыр және қант салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Және үстіне сливки құйып, осындай бір келкі масса қылып аламыз. Сосын 2 кондитерский мешокқа алдын ала бөліп аламыз. Осылай ауасын шығарып алуды ұмытпаңыздар. Мінекей менде осындай 2 крем пайда болды. Енді печеньясын жасаймыз. Печенья бізде Савоярди печеньясы арнайы осы тирамису тортына арналған. Осыны тортымыздың басына дөңгелек болып айналу үшін түптерін барын кесіп, теп-тегіс қылып алатын боламыз. Енді мінекей подложкамызды қойып, осында кольцомызды қойып, үстіне кофемізді жанына салып, мінекей жан-жағын айналдыра отырып, кремді жағып шығамыз. Енді осы кремге жаңағы печеньяларды тұрғызып, тізбектеп, тізіп шығатын боламыз. Осындай кесілген жерін астына қаратып, кремге тығып шықсаңыздар болғаны. Мінекей барлығын тізіп болдым, іші осындай болды. Енді мешокпен, кондитерский мешокпен кремімізді құйып, жақсылап араластырып, осындай қасықтың жәрдемімен үстіне бір келкі қылып жағып шығамыз. Басталды біздің тортымызды дайындау процесі. Жаңағы кофеге Савоярди печеньясын бір батырып аламыз. Көп ұстаудың қажеті жоқ, көп ұстасаңыздар печенье үгітіліп кетеді. Бір батырып алып, салып жинайтын боламыз. Печенье крем деп өзіңіз қалаған қабатыңызды жасасаңыздар болады. Бұл торттың ешқандай қиындығы жоқ, пешсіз жасалатын, холодильникте пісетін торт деп аталады. Жалпы бұл тортты тіпті кез келген мектеп оқушысы жасай алатын торт қой. Ал енді соңғы этап осылай қалған кремдерді бетіне гүл қылып қойып шықтым. Менде 2 рет дөңгелек қылып айналдырғанға жетті. Қалғанын барлық кремді салып, бір тегіс қылып жаға салдым. Мінекей какао сепкенге дейінгі түрі осындай болды менде. Енді осыны тоңазытқышқа кем дегенде 1-2 сағатқа салғандарыңыз дұрыс. Мінекей мен алдым, енді кольцосынан шешіп алатын боламыз. Қорықпай шеше беріңіздер, себебі кремге жабысып тұрғандықтан печенье ажырап шашылып кетпейтін болады. Мінекей менде керемет көрініс пайда болды. Енді осыны әсемдеу үшін мен осындай қызыл лентамен бантик қылып байлап шықтым. Бұл әрі әсемдік ретінде, әрі осы печеньелер жан-жаққа шашырап кетпес үшін байланатын бантик декорымыз.
90% дайын болды. Енді бетіне какао сепсек болғаны. Мінекей какаоны ситодан өткізіп септік. Менің тирамису десертім дайын болды. Өте керемет, жұмсақ, нәзік десерттердің бірі бұл. Міндетті түрде жасаңыздар. Менімен бірге YouTube каналыма тіркеліп, отбасыңызға дәмді ас сыйлауды ұмытпаңыз.